кетелердің мекені. Бұл жер емес, бұл мынау Еділ жайықтың бойында болған. Ақ кете, қара кете барлығы да. Сонан қуаншылық бұл арал тартылған су. Сонан кейін кетелер, мына кетенің жаңағы Асан Құлыш дейді. Ол кезде бәрі бір Асан Құлыш бүкіл нелер жиналып. Сонымен қоныстанатын жер іздеуге Әйтекті жібереді ғой. Басшы қылып. Әйтек батыр адам. Сонан Әйтек әр аталықтағы батыр Құтпенбет аталығы Кілең палуан, сондай Құтпенбет аталығынан Кекшеден, енді барлық аталықтан адамдар алады. Пәлен 100 қарулы адам алып, жер көруге Сырдарияның бойын жағалайды ғой. Сол жағалап Қараөзекке келеді. Қараөзекке келгеннен кейін сол жерге келіп қазықты келді Қараөзекке. Өсінге Әйтек сооружение істеген бар ғой. Сол жерге қазық тігіп, халықты жинап, судың бар екендігін біліп, сол жерден енді азын-аулақ кейінгі халықтарды сол жерге қоныстандыруға, сол жердегі жаппас түрлі аталықтармен келісіп, сонымен жер алады Қараөзектен. Жер алып, Әйтек өсінге Әйтек каналын қаздырады. Әйтектің лақап аты Аю. Сонымен сол Әйтек каналын қаздырып, егін еккізіп, өсіген Әйтек каналы бар. Мемлекеттің мұнан несі Әйтекті өзгерген жоқ. Әйтек сооружение істеп қойды қазір. Су тоспасы. Сол жерден су алып, халықты хабарлап, артынан бұлардың осындай жағдай жасап атқанын біліп, артындағы халықтардың бәрі Еділ жайықтан келіп, сөйтіп атқанда, сөйтіп егін салып, халықты отыршыққа бейімдеп атқан кезде хабар келеді. Ол кезде әрбір ауылға, әрбір неге ойда жоқта төтеннен жау тиеді ғой. Соны елді осындай жау тиіп, халық қиналып жатыр деп. Сонымен сол жерде Құтпенбет аталығын тастап еге бол деп. Сосын Кекші аталығын тастап, Абақан Ақкөбектен әр аталықтан адамдарды қойып, осы жұмысты жалғастыра бір деп, Әйтек Аю қайтадан Ақтөбе жаққа кетеді. Еділ жайыққа. Барып, мұнан жаңағы елін азат етіп. Кіммен соғысады сонда? Енді ол кезде көрші елдерден тек ол арнаулы соғыс емес, келетте басып алады ғой. Міне, малын тартып алады, үйін тартып алады, дүниесін тартып алады, сосын жоқ болып кетеді. Бұл қай жылдар сонда? Бұл 18-ші ғасырдың ояқ-бұяғы. Содан ол жұмыстарын бітіріп, енді қайтып, Әйтек баяғы неге келмей ме Қараөзекке? Кеше Құтпенбеттер Қызылорда қолтығына кетіп қалған. Жаппастар бұл жерді біздің жеріміз. Біз енді бермейміз, Әйтектің жоқтығын пайдаланып. Сондай әңгіме болып атқан үстіне келеді ғой. Сонымен Әйтек сөйлесе, бұл енді жанжал болатын болады. Жанжал болатын болғаннан кейін, олар да жаңағы Әйтек каналын пайдаланып, бұлардың еккен егін әрі қарап, халқын жинап, Шұрайлы жер ғой енді Қараөзек. Сөйтіп атырған үстіне барады ғой. Сол кезде сол Пасардың несі ақсақалы Сауранбай дейтін кісі, тағы да басқа адамдармен сөйлесіп, бейбіт жолменен келісімге келеді ғой. Қантөгіс қылмай, бейбіт жолмен сөйлесіп, сонан кейін ояқтан хабар келген, енді ондай жанжал болатын болса, басқа сыр бойынан Шұрайлы жер тап.
деп. Сонан мынау аю шығанағына келген. Осы келіп жалауын тігіп, халықты жинап, осы жерден аюдың алғашқы каналын қалған. Бұл да Әйтек каналы, аю каналы. Мұны аю каналы дейді. Аяқта Әйтек каналы ғой. Енді мына жерден мұның кейін бер жағын аю каналы сол қазылғаннан бүкіл халық болып, облыс болып, бүкіл жұртшылық болып, жалғыз кет емес, бүкіл халық болып қазып, төу неге дейін құлатқан. Ақтайлақтың бер жағына дейін апарған. Міне осымен өткен. Осы күні сол каналдың ізі бар, соны каналдың несі бар, соны Байбала тасарына дейін апарған ғой. Халық су үшін деп. Сонда не егін еккен, қандай? Егін еккенде енді халықты отырғызып, жаңағы анаяқтағы бүкіл халық бар емес па, соны жинатып, арпа бидай түрлі тіршіліктің бар дақылдардың түрлерін егуге су барғасын екпей ме? Халық сондай күйзеліске ұшыраған кезде.